Сәлем баршаңызға. Бүгін біз бенте тортын дайындайтын боламыз. Әрине, бірінші бисквитімізден бастаймыз. Бізге қант, ұн, сүт, сұйық май, қамыр қопсытқыш және жұмыртқа қажет болады. Ұнымызға қамыр қопсытқышты қосып араластырып аламыз. Жұмыртқамызға қантымызды қосып, ағарғанша араластырамыз миксердің көмегімен. Осы массамызға сұйық майымызды құямыз, жылы сүтімізді құямыз және миксерлейміз. Осы массамызға ұнымызды саламыз, аз жылдамдықта араластырамыз. Осы массамызда комок болмау үшін лопатка көмегімен бір араластырып шығамыз. Дайын листімізға тестамызды біркелкі қылып жаямыз. 180 градуста қызып тұрған пешімізге бисквитімізді саламыз. Бисквитіміз суығанша начинкамызды дайындаймыз. Менде 2 начинка, құлпынай мен қарақат. Қарақатымызға жүгері крахмалы, қант ұнтағын салып, баяу отқа қоямыз. Қарақатымызды блендер көмегімен езіп, араластырамыз. Начинкамыз қою болуы тиіс. Құлпынайымызды да осылай жасаймыз. Бисквитімізді домалақ етіп кесіп аламыз. Енді крем дайындайтын боламыз. Бізге творожный сыр, сливки және қант ұнтағы керек болады. Творожный сырымызға қант ұнтағын қосып, миксер көмегімен араластырамыз. Енді сливкимізді қосамыз. Дайын болған массамызды 3 теңдей бөлікке бөліп аламыз. Кремімізден шамалы алып, акварельный техника жасауға дайындап қоямыз. Кремдерімізді аз бояғышымен бояймыз. Дайын кремімізді кондитерский мешокқа саламыз. Енді тортымызды жинаймыз. Кремді жағып болған соң, джеміміз ағып кетпес үшін бортик жасаймыз.
аз болсын. Видеоны көргендеріңізге рахмет. Тіркелуге ұмытпаңыздар.